Қала әлі толық оянбаған еді. Көшелерде тек сыз тартқан асфальттың үстімен анда-санда өткен көліктің жарығы ғана сырғып өтеді. Ауада таңғы салқын, дыңқыл иіс араласқан. Түн мен таңның арасында сол бір белгісіз мезет адам жанына біртүрлі ауырлық түсіретін уақыт. Зәуре аялдамада жалғыз тұрды. Ол күн сайын осылай таң ата әлі қараңғылық толық сейілмей тұрып қала шетінен орталыққа жұмысқа қатынайды. Бұл оның үйреншікті әдеті. Қолына кішкентай сөмке, үстінде қарапайым пальто, басына жеңіл орамал тартқан. Бірақ Зәурені өзгелерден ерекшелендіріп тұратын бір нәрсе бар еді. Ол жол бойы уақытын бос өткізбейтін, автобусқа отырғаннан бастап іштей сүрелер оқып зікір айтып отыратын. Бұл оның тыныштығы, бұл оның қорғаны. Аялдамаға сықырлап автобус келіп қалды. Есігі баяу ашылды. Зәуре ішке кірді. Автобус іші жылы болғанмен біртүрлі ауыр ауа сезілді. Терезелердің бәрі буланып кеткен, ішінде адамдар көп емес, бірақ бәрі үнсіз, ешкім сөйлемейді. Әркім өз ойымен әуре. Зәуре әдетінше арт жаққа қарай өтті. Терезе жақтағы орынға отырып, сөмкесін тізесіне қойды. Автобус қозғалды. Сол сәттен бастап ол іштей жайлап сүре оқи бастады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дауысы шықпаса да, әрбір сөз жүрегінен анық естіліп тұрғандай. Бірнеше аялдамадан кейін адамдар көбейе бастады, бірақ автобус ішінде тыныштық өзгермеді. Кенет Зәуре біртүрлі сезімге бөленді. Біреу қарап тұрғандай, қатты, тік, жек көріп қарайтындай көзқарас. Ол бірден басын көтермеді, тек зікірін тоқтатпай ақырын ғана көз қиығымен артқа қарады. Автобустың ең соңғы қатарында бір әйел отыр еді. Зәуре алғашында оның түрін анық көре алмады. Терезеден түскен әлсіз жарық тек силуетін ғана көрсетіп тұрды. Бірақ бір нәрсе анық еді. Ол әйел оған қарап отыр, қозғалмай, көзін алмай. Зәуренің жүрегі бір сәтке шым ете қалды. Ол өзін сабырға шақырып қайтадан дұғасына көңіл бөлді. Бірақ сол көзқарас кетпеді, керісінше күшейе түсті. Бір кезде автобус жарық жерге шыққанда Зәуре оны анық көрді, және сол сәтте оның іші мұздап кетті. Әйелдің жүзі адамға ұқсағанымен біртүрлі еді. Өте арық, бет сүйегі жабысып қалғандай, көзі шүңірейіп кеткен, ерні құрғап жарылып, қара қоңыр түске айналған. Терісі сұрғылт, тірі адамға тән емес. Ал ең қорқыныштысы оның көзі, қарашықтары тым үлкен, жарыққа реакция жоқ. Және сол көздер Зәурені жек көргенде қадалып тұр. Зәуре еріксіз көзін тайдырды. Сол сәтте әйелдің ерні қозғалды, бірақ сөз шықпады, тек ырылдағанға ұқсаған бір дыбыс. Зәуре қайтадан дұға оқи бастады. Альхамдулиллахи раббил аламин. Бірнеше секунд өтті. Кенет арт жақтан тағы да бір дыбыс шықты. Бұл жолы анық, төмен қарлығып шыққан дыбыс деп тұрғандай көрінді. Зәуре селк етіп артына қарады. Әйелдің басы сәл ғана еңкейген, иегі дірілдеп тұр, ал көзі бұрынғыдан да ашулы. Ол Зәуреге қарап ырылдап отыр. Автобустағы басқа адамдар ештеңе байқамағандай, ешкім бұрылмайды, ешкім естімейді. Бұл тек Зәуреге ғана бағытталғандай. Зәуренің жүрегі дүрсілдеп кетті, бірақ ол тоқтамады, зікірін жалғастырды. Сол сәтте әйелдің қолы баяу қозғалды. Ұзын сүйекті саусақтары орындықтың шетіне қадалып, тырнап жатқандай дыбыс шығарды. Шығырт етіп. Зәуре енді анық түсінді, бұл жай адам емес. Бір кезде әйел орнынан сәл көтерілгендей болды. Сосын қайта отырды, бірақ көзі бір сәтте таймады. Зәуре аялдамаға жеткенде тез түсіп кетті. Сыртқа шыққанда ғана терең дем алды. Дегендей болды. Салқын ауа бетіне тиіп өзін қайта тірі адамдай сезіндірді. Бірақ сол сәтте ол бір нәрсені байқады. Автобус әлі кетпеген. Зәуре еріксіз артына қарады. Терезенің ар жағында сол әйел тұр. Енді ол отырған жоқ, тік тұрған, және әлі де Зәуреге қарап тұр. Көздері бұрынғыдан да қараңғы, және ерні қозғалып тұр. Бұл жолы анық естілді. Тоқта дегендей. Зәуре денесі мұздап кеткенде орнында қатып қалды. Автобус есігі жабылды және баяу қозғалып кетті. Бірақ әйелдің көзі соңғы сәтке дейін Зәуреден айырылмады. Сол күннен бастап Зәуренің таңғы автобусы бұрынғыдай болмай қалды. Зәуре енді бұрынғы Зәуре емес еді. Оның ішіндегі тыныштық біртіндеп жоғалып бара жатқандай. Күн сайын автобусқа отыру бұрын жай ғана әдет болса, енді бұл қорқынышқа толы сынаққа айналған. Бірақ ол бәрібір тоқтамады. Неге? Өйткені ол бір нәрсені анық сезді. Егер ол тоқтаса, егер ол сүре оқуды доғарса, онда әлгі әйел оған толық жетеді. Сол таң ерекше басталды.
Ауа тым тұнжырап тұрды, жел жоқ, құстар да дыбыс шығармайды. Табиғаттың өзі тынысын ішіне тартып бір нәрсені күтіп тұрғандай. Зәуре аялдамаға келгенде айналасына қарады. Әдеттегідей адамдар жоқ, тек 2-3 адам ғана тұр. Олар да біртүрлі, үнсіз, қозғалыссыз. Автобус келді. Бұл жолы есік ашылғанда ішінен шыққан жылы ауа емес, біртүрлі сыз иісі келді. Ылғал, көгерген ескі жертөленің иісіндей. Зәуре кірді. Жүрегі баяу соғып тұр, бірақ ішінде бір белгісіз қысым бар. Ол бүгін алға отырды, әдейі артқа қарамау үшін. Автобус қозғалды. Зәуре бірден іштей сүре оқуды бастады. Бірақ бүгін сөздер ауыр шықты, әрбір аят бір нәрсемен күресіп жатқандай. Кенет автобус ішіндегі адамдар бір-бірлеп түсіп қала бастады. Әдеттегідей ерте, әдеттегіден тым тез. Бір аялдама, 2-3. Бір кезде автобус ішінде санаулы ғана адам қалды. Сосын тағы да бір аялдама. Және соңғы жолаушылар да түсіп кетті. Енді автобус ішінде тек Зәуре ғана қалды. Жүргізуші кабинада отыр, бірақ ол айнаға қарамайды. Қозғалысы да біртүрлі, тым баяу. Зәуре ішінен бір нәрсені сезді. Бүгін ол жалғыз емес, бірақ бұл жолы басқа. Бұл жолы ол әйел соңғы қатарда отырған жоқ. Зәуре ақырын ғана басын бұрды және жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Әйел оның дәл артында тұр еді. Орындықтардың арасындағы тар жолда тік, қимылсыз, тек басы сәл қисайған. Көзі бұрынғыдан да терең, бірақ енді бір өзгеріс бар еді. Оның терісі қозғалып тұрғандай. Сәл ғана бірдеңе ішінен жылжып жүргендей. Зәуре көзін жұма жаздады. Аузубиллахи минаш шайтанир раджим. Сөздері енді тез шықты. Қорқыныш күшейген сайын дұға да күшейді. Сол сәтте аялдың иығы дір етті. Сосын оның аузы баяу ашылды. Ішінен қою, қараңғылық көрінді. Тістер қалыпты емес, ұзын, жұқа, тым көп. Және ол күліп тұрғандай, бірақ дыбыссыз. Зәуре орнынан тұрып кетпек болды. Бірақ денесі қозғалмай қалды. Аяқтары ауырлап кеткен, қолдары да әлсіз. Әйел бір қадам жақындады. Еденде дыбыс шықпайды, тіпті аяқ киімі де жоқ сияқты. Зәуре демін ішінен тартып қалды. Әйел енді тым жақын. Оның иісін сезуге болады. Шіріген еттің иісі. Сасық, тұншықтыратын. Зәуре көзін ашық ұстап тұра алмады, бірақ жабуға да қорықты. Сол сәтте әйелдің қолы көтерілді. Ұзын, сүйекті, терісі жыртылғандай. Саусақтары тым ұзын және тырнақтары қара, өте қара. Ол қол Зәуренің иығына жақындады. Сантиметр, миллиметр. Сол кезде Зәуре бар күшімен Аллаху акбар деп айғайлап жіберді. Автобус бірден селк етті. Жүргізуші тезегішті қатты басты. Сырттан сигнал дыбыстары естілді. Зәуре орнынан атып тұрып және артқа қарады. Ешкім жоқ. Орындықтар бос, артқы жол бос, әйел жоқ. Тек бір нәрсе ғана қалды. Орындықтың шетінде тырналған іздер, терең, жаңа. Зәуре автобусты тоқтаған бойда түсіп кетті. Сыртқа шыққанда тізесі дірілдеп тұрды. Айналасында адамдар бар, қалыпты өмір, көліктер, дыбыстар, жарық. Бірақ оның ішіндегі бір нәрсе өзгеріп кеткен еді. Бұл енді жай кездесу емес, бұл аңду. Және ең қорқыныштысы, ол әйел енді алыста емес, ол жақындап келеді. Сол күннен кейін Зәуре түнде ұйықтай алмайды. Көзін жұмса болды сол көздер, сол ырыл, сол иіс. Бір түнде ол шошып оянды. Өйткені оның құлағына бір дыбыс келді. Өте жақыннан, төсегінің дәл жанынан, аттыр деп тұрғандай көрінді Зәуреге. Зәуре баяу ғана басын бұрды, және демі тоқтап қалды. Қараңғы бұрышта екі көз жанып тұрғандай көрінді оған. Бірақ бұл өңі ме, түсі ме? Зәуренің шаршаған миы әлі ұғына алмай тұр.